Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен асханаға арналған тұтқыш тігетін боламыз. Ол үшін мен тұтқыштың жапырақ тәріздісін таңдап отырмын. Міне принтерден жапырақтың суретін шығарып алдым. Осыны қиып, мен осыдан дайын шаблон жасап аламын. Міне, бұл біздің жапырағымыз. Осы жапырақпен мен осылай 2-2-ден 4 штук сыртқы матасын қиып алдым. Міне, екеу, мына жерде екеу. Осымен бізге матамыздың ішіне салғанға қалыңдатқыш керек. Қалыңдатқыш мата, яғни ол үшін синтепон немесе ватин пайдалануға болады. Менде болмағандықтан мен үй жағдайында өзімізге күнделікті пайдаланып жүрген орамалды қиып жасап отырмын. Орамалдан да өте жылы болады, жұмсақ болады. Орамалдан мен 3 қабаттан қиып алдым. Осы ватиннің орнына мен орамал пайдаланатын боламын. Онда бастайық. Мынау біздің сырт қабатымыз. Міне, осының үстіне жаңағы жапырағымызды қалыңдатқышты қоямыз осылай. Одан үстіңгі қабатын жабасыздар осылай. Келесі жапыраққа да тура солай жасаймыз. Үстіңгі осылай үстін жабамыз. Енді осы бетте тұрған бетте инемен қадап аламыз да, барлықтарын орнынан қозғалып кетпеу үшін, жапырақтарымыздың тегіс болып тігілу үшін инемен барлығын қадап аламыз осылай. Барлық жерлерін. Одан кейін мына жапырағымызды айналдыра осылай машинкамен тігіп шығамыз. Мен сіздерге қазір көрсететін боламын. Міне, шеттерінің барлығын инемен қадап алдық. Екеуінде. Енді осыны түзу тігіспен жүргіземіз. Мен әдейі қара жіппен тігейін деп отырмын, сіздерге көрнекті болсын деп. Қарапайым түзу тігіспен жүргізіп шығамыз. Көрдіңіздер ме? Осылай айналдыра барлық шеттерін тігіп шығамыз. Екеуінің де. Міне барлық шетін айналдыра тігіп шықтық. Артық шығып тұрған жерлерін қиып алып тастасаңыздар болады аккуратно екеуінде. Енді бұның шеттерін обработка жасау керек. Ол үшін сіздер косая бейка пайдалансаңыз болады. Мен мына осы орамалдың өзінің шетіндегі бөлігін қиып алып, осыны пайдаланайын деп отырмын. Қараңыздар, орамалдың шеті. Мен осымен жасайын деп отырмын. Енді осыны осылай ашасыздар ортасынан. Және міне, қараңыздар, осылайынан қойып аласыздар. Бері қаратып. Ішкі жағын. Сосын инемен қадап алыңыздар. Осылай айналдыра шеттерінің барлығын осылай инемен қадап аласыздар. Осылай. Барлығын осылай айналдырып инемен қадап шығамыз қазір. Сосын машинкамен жүргізіп шығамын. Сосын сіздерге көрсетемін қалай болатынын. Айналдыра барлық шетін тігіп шықтық. Міне қараңыздар. Мына жерінде ілгіш тағасыздар, өздеріңіз қалаған ұзындық бойынша. Одан кейін бұлайынан бір-біріне келтіріп мына жерін тігіп аласыздар. Осыны тігіп болғаннан кейін осылай керісінше жағына қарай аударасыздар. Аударып, осылайынан бірлеп бүктеп, осылай шеттерін тігіп шығамыз әдемілеп. Осылайынан тігіп шығамыз машинкамен. Осылай шеттерінің барлығын айналдырып тігіп шығамыз. Осымен біздің тұтқышымыз дайын, қараңыздар. Жапырақ тәрізді өте жұмсақ, мынадан қалың, көрдіңіз бе? Бұдан қолдарыңыз күймейді, былай да ыңғайлы болады өздеріңізге ұстауға. Жерде ілгіші бар. Осындай тез, ыңғайлы, жұмсақ тұтқыштар өздеріңіз, прихваткалар өздеріңіз үй жағдайында тігіп алсаңыздар болар.
ұнап жатса лайк қойып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.